Оралда жолаушылар тасымалдайтын қоғамдық көлік жүргізушілері жұмысқа шықпай қалды. Оларға 7 айдан бері медициналық сақтандыру мен зейнетақы жарналары, басқа да әлеуметтік төлемдер уақытылы төленбеген. Соның салдарынан жұмысшылар не емделе алмай, не баспана алуға несие рәсімдей алмай жүр. Талабымыз осы кезге дейін июнь айынан бастап пенсионныйдың түспеуі. Өзі 7-8 ай болды, пенсионный түскен жоқ бізге. Медстраховка тоже, отпускной тоже ала алмай жатыр, уже март айынан бастап ала алмай жатқандар бар. Талаптарын айтқан жүргізушілерге қала әкімі келіп, мән-жайды түсіндіріп, мәселені шешуге уәде берді. Қалада жолаушылар тасымалмен айналысатын 6 кәсіпорын бар, күніне 240-тан астам қоғамдық көлік желіге шығады. Жүргізушілер қазір өздерінің штаттық түрдегі жұмыстарына шығып, көлікте қызметін атқаратын болады. Төлемдердің барлығы ақпан айының басында графигіне сай түсетін болады. Мемлекеттің төлеп отырған субсидия көлемі 5-2 миллиард теңгені құрайды. Алайда бұл толық қамтамасыз етуге жетпейді. Барлық қанағаттандыруды сол себепті осы субсидия көлемі толық түспеуіне байланысты кешігулер бар.